Баршаңызға қайырлы күн әріптестер, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге мен көрнекіліктің қалай жасалу жолын бірінші сабағын үйреткім келіп отыр. Бізде бүгін көрнекілік додекаэдрдің жасалу жолы, яғни шаблонның жасалу жолы. Ал оны қалай клейлеу керек, оның барлығын сіздер білесіздер деп ойлаймын. Міне осындай мен тәуелсіздікке құрастырған додекаэдрім бар. Мысалы, осындай додекаэдрді қалай жасауға болатынын қазір сіздерге толық түсіндіріп беретін боламын. Ол үшін Google-ға немесе Яндекске поискқа жазамыз. Ою клипарт круглый деп. Мысалы, кез келген өзіңізге ұнаған оюды таңдап аласыз. Мұнда өте көп түсін барлығын өзіңіздің дизайныңызға қарай таңдап аласыз. Мен мысалы осы оюды таңдаймын. Копировать етіп PowerPoint-ға саламыз. Вставить етеміз. Көлемі өте үлкен, кішірейтіп аламыз көлемін. Енді формат деген батырманы басамыз. Удалить фон. Алып келіп, тек қана оюды қалдыратын боламыз. Міне бізде тек қана ою қалады, сохранить изменение болды. Енді кішкене размерін үлкейтіп аламыз. Болды. Енді вставкаға кіреміз. Фигураның ішінен осы пішіндегі фигураны таңдап аламыз. 5 бұрышты. Осыны бұлай линиямен дұрыстап қойып шығамыз. Мынау шеңберге кішкене тигіземіз, бірақ асырып жібермейміз. Мұқият қарап алсаңыздар, жасалу өте оңай. Енді түсін таңдаймыз. Заливкадан таңдап аламыз. Ақ қыламыз, белый. Одан кейін контур. Контурды мысалы қызыл етуге болады. Қызыл етеміз. Сол контурдың ішінде астында толщина дегенге кіріп, кішкене көбейтуге болады. Міне бізде осылай болады. Болды. Бізде шаблон дайын. Енді вставкаға кіріп, текст таңдаймыз. Текст деген жазамыз. Өзіңіздің кез келген пәніңізге сұрақ, немесе сергіту сәті, пәніңізге байланысты сұрақтарды барлығын жаза аласыз. Қазір менде ноутбук кішкене нетіп тұр. Мысалы, қазақ әдебиет сабағынан құрастыратын болсақ, Абай Құнанбайұлы қай жылы дүниеге келді деп жазамын. Бастауыш сыныптарға мысалы математика пәнінен көбейтуді жазуларыңызға болады. Жердегі бесім неше деген сияқты, соған бала тез жауап беру қажет. Бұл жерден келіп, шрифтін өзгертіп аласыз. Астына сіз суретте қоюыңызға болады. Өзіңізге ұнаған суретті барлығын қоя аласыздар. Міне. Енді бізде мына жазу қап-қара емес, басқа түске қояйық. Форматқа кіреміз. Мына жерден таңдап алуға болады. Өзіңізге ұнаған сары қылуға болады. Мен қазір былай істегім келіп тұр, түсін көк етемін, және мына жердегі осы батырманы басып, подсветка деген таңдаймыз. Подсветка сізге әдемі түстер ұсынатын болады. Кез келген түсті, мысалы, былай қойсаңыз көрінбейді. Қызылға қойсаңыз былай болып шығады, сарыға. Осылай кез келген таңдап алуға болады. Подсветка деген вообще күшті
мүмкіндік екен. Сарымен үйлеспейді, сондықтан түсін басқаша қылсақ. Осылай өзіңіздің ұнаған түсіңізге қойып аласыз. Болды, осының барлығын, осы тұрған бетті копировать етесіз. Копировать етіп алғаннан вставить етіп, мына жерде сұрағыңызды өзгерте бересіз. Басқа сұрақты қоясыз. Мысалы, қазақ хандығы қай жылы алынды, немесе осының барлығын осында жазасыз. Кез келген оюға, шеңбер оюға жасауыңызға мүмкіндік бар. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Сіздермен болған Дара KZ. Баршаңызға үлкен рахмет.